болады. Кейбір балалардың бір ұрайы міне жерде болады, бір ұрайы төбесіне болады. Чекесіне болады. Ол мына қазақ қалдыға сүйеп, ой мынау екі қатын алады екен деп не қылатын. Күлетін, бірақса ол орай ондайға келмейді. Екі қатынға келмейді. Ол мына кейінгі күлкіге айландырып алғандары. Ол орай жаратқан ием берген кезде іште жатқанда алған тәрбиесі баланың. Кейбір балалар іште жатып орайменен, екі ораймен, бір ораймен туса, кейбір балалар сүндет көтіріп туғандар да бар. Қыз балалар төсті болып туғандары бар. Неге келгенде, оның бәрі мына іште жатқандағы тәрбиеге байланысты. Іште жатқанда қала, мына қазақ айтады, ойбай ана әйелім жерік болып қапты дейді. Неге жерік болды? Сол жеріктігі тойды ма, тоймады ма? Ол жеріктіге тоймаса, соған ұқсап, неге балаға келуі де мүмкін. Сондықтан, неге ертостық мысалы бар ғой, ана шаңырақта қыстырып болған арыстанның жүрегіне не болады, сонда алып беріп, соны беріп, ертостық сондай болды деп, аңыз қылып кітапқа да жазған бабаларымыз. Қазақ деген халық сондай. Сондықтан екі орайлы бала, ол шырайлы бала. О баланың алдында тұрмау керек, о балаға қайта қол несін беріп, дамыту керек. Екі орайлы бала сондай болады.